Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сендермен зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Бізге зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін бізге су керек болады балалар, ыдыстағы. Мынау кішкене балаларға арналған ұнтақ және мақта талшығы керек болады. Және бізге тәтті тағамдар жасайтын бояулар керек болады. Және бізге ыдыс-аяқ жуатын сұйықтық керек болады балалар. Балалар, қазір қай мезгіл екен? Көктем мезгілінде балалар, жәндіктердің барлығы жер бетіне шығады екен балалар. Көрдіңдер ма? Мынау сендердің алдарындағы мен сендерге қол сүртетін майлықтан құрттың бейнесін жасап қойдым балалар. Осыны біз құрттың бейнесін сендерге тәжірибе алмасамыз балалар. Бұл үшін бізге құрттың бейнесін керек. Сосын біз бұның үстіне суларды тамызамыз. Сөйтіп біз құрттарға жан береміз. Көрдіңдер ма? Су бар екен, я? Менің қолымда не бар екен? Шыны ыдыс және қол сүртетін майлық бар екен, майлық. Ал осы майлықтың біз не істейміз? Шыны ыдыстың ішіне салып, суға батырамыз. Ал біздің қазір майлығымыз, қол сүртетін майлығымыз су бола ма екен, болмай ма екен көреміз балалар. Қане? Суымызды алдық, шыны ыдысымызды. Ал біздің қараңдаршы, қол сүртетін майлықтарымыз құрғақ па? Су болған ба, болмаған ба? Ұстап көріңдерші, қане? Ұстап көріңдерші. Қол сүртетін майлықтарымыз су ма екен, су емес пе екен? Құрғақ па? Тамаша, көрдіңдер ма? Ал осыны үйлеріңде сендер жасап көрсеңдер болады. Алар мына шыны ыдыстағы суларға біз не істейміз? Бояуларымызды қосамыз, түрлі түсті бояуларымызды қосамыз. Енді бұны кәне араластырамыз. Мына жасыл түс қосамыз. Судың түсі қандай болып жатыр балдар? Жасыл болып жатыр, иә? Жасыл болып жатыр екен. Сендер қарап отырыңдар балдар қазір. Балалар, бүгінгі біздің тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Иә! Ал тәжірибеде сендер не үйрендіңдер? Жасмин, айта қойшы. Су витамин, су мен қосқан кезде Су витаминін? Су витаминнің арқасында су мен май әрекет болады екен. Уақытта сендерге бұдан да қызықты зерттеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Тәжірибеге қатысқандарыңа сендерге балалар үлкен рахмет.